Абай сыйлық таңдап жатқанда әйелінің басқа бір еркекпен сүйісіп тұрғанын көріп қалды. Абайдың көздері ашылып, ауыр дем алды, бірақ оның әйелі ештеңе болмағандай әрекет етті. Тіпті Абайды танымайтындай оған мән берме. Абай ашуланған да жоқ. Ол айқай-шусыз төмен қарап шығып кетті. Ол әйелінің осындай қатыгез боларын ешқашанда ойламаған. Екеуі ұрысып қалғаннан кейін сыйлық сатып алып өз кінәсін өтемек болып еді. Достары Абайдың көңілсіз екенін көріп, оған шындықты айтып береді. Оның әйелі онымен бірге өмір сүруден шаршаған. Ол жасырын түрде Каспий клиник компаниясына жүгініп, Абай туралы барлық естеліктерін өшіріп тастаған. Сондықтан ол Абайды мүлдем танымайды. Абай түндердің түнде көлікпен өткізіп, жылап, беті жасқа толып, жүрегі ауырып, қатты қиналады. Ол өзін тынышталдыруға тырысады, бірақ не істерін білмейді. Сөйтіп, ұмытшақтық клиникасын тауып алып, әйелі туралы естеліктерді өшіруге шешім қабылдайды. Кеше ғана қозы көрпеш, баян сұлу күні болған. Сол себепті клиникада адамдар көп. Олардың махаббаттан жолдары болмай, өздерінің естеліктерін ұмыту үшін барлығы осы жерге келген екен. Малика тіркеу бөлімінде хаттарды сұрыптап, естеліктерді өшіріп отырады. Туыстарына хабарлама жіберіп, өшірілген адаммен не болғанын біліп алады. Абай естеліктерін өшіргенін күтіп жүреді, бірақ дәрігерлер оған уақыт керектігін айтады. Алдымен үйіңізге барып, бәрін ретке келтіріңіз дейді. Әйелінің барлық заттарын тауып алып, алғашқы махаббат хаттарын да көріп қолына алады. Бастапқыда олар бір-бірін қатты жақсы көретін. Қабырғадағы суреттердің бірінде әйгерімнің бейнесі бар. Кружка, бірге салынған суреттер, бір-біріне сыйлаған кітаптар. Мұның бәрін жою керек. Естеліктерді екі үлкен қоқыс сөмкесіне салып сыртқа шықты. Сөйтіп клиникаға операцияға келеді. Олардың қалай танысқанын жазып алу керек. Дәрігер бұл естеліктерді тауып, оларды өшіреміз. Сіз бір түн ұйқыда боласыз, ал келесі күні мүлде жаңа өмір басталады. Ассистент Әйгерімнің заттарын алдына қойып, Абайдың алғашқы кездесуінің көрінісін еске түсіруін сұрайды. Сол сәтте оның есіне осы сәттердің жиынтығы еске түседі. Қызығы, ол осы оқиғаны қалай болатынын біліп тұрады. Дәрігердің де не деп айтатынын айтпай біліп тұрды. Естеліктер жанып өткендей болады, бірақ бұл өшіруге болмайтын естеліктер еді. Ол қайтадан үйіне барады. Бұл Әйгеріммен соңғы ұрыс еді. Әйгерім әрқашан түнде үйге мас болып келетін. Осы жолы ол Абайдың машинасын сындырып алғанын айтты. Бұған дейін өзін тежеген Абай осы сәтте жарылады. Ол оған айқайлап, қанша уақыт бойы осылай ойнап жүре бересің деп сұрайды. Есейетін кезің келді ғой деп тағы да